бәрімізде бала бар, бірақ Шерзатты қызғанамыз. Менімен кетіп қалса, бірімізге андай бір бәрібір қандай бір кішігірім сезім ғой, қызғаныш деген, бала қызғаныш деген. Или өзіміздің әлде андай толықтай үлкен адам болып кеттік деп сезінбегендігіміз ба. Менімен кетсе, Нұрғанат қызғанады, Нұрғанатпен кетіп қалса, Қаржау қызғанып қалады. Бірақ біз қанша қызғансақ та, ол әжесінің атасының баласы болатын, ерекше. Өзімізге дос сияқты өсті. Өзіміздің үлкен балаларымыз шынымен де жолда жүрсек те, отырыстарға барсақ та, қасымызда баламыз емес, бауырымыз тұрған сияқты болып тұрады. Или біз қартаюды ұмыттық, или балалар тез өсіп барады. Біз соны байқап, мынандай сүйсініш деген болады ғой, сүйсініп қараймыз сырттай. Шерзат екі балаға қарағанда бір сәтте есейіп кетті. Жауапкершілік, түсіну, адамгершілігі, ерекшелігі сол болды. Уақытында кейде кішкентай балалар безука қойып тастайды, телефон алмай қойды. Бізде Шерзатқа WhatsApp-тан жазсаң, ол түнгі іш болса да жауап береді. Телеалғыш сондай бала ғой, ерекше. Біз жай ғана кішкене бірімізге дауыс көтеріп